Әйел адам мен ер адамның түсі екі түрлі жорылады. Олардың түсті айтуы да ерекшелік бір-бірінен ерекшеленеді. Себебі жаратылысында жалпы психикалық жағынан, физикалық жағынан әйел мен ер адамның айырмашылықтары бар. Егер де әйел мен ер адам бірақ түсті көрген болса, оларға екі түрлі жорылады. Мысалы, екеуі де біреу түсінде күйеуінің изменасын, ал жаңағы күйеу әйелдің изменасын көріп жатса, екеуіне бөлек-бөлек жорылады. Әйел адам ондай жағдайда жаңағы не себепті ол көрді, қай жерден көрілді, қандай нәрселерде болады, қалай істеу керек, нақты айтылатын болса, ер адамға тек қана ол түстің нәтижесі айтылады. Осындай болады деп. Бұл олардың түсті қысқа айтуының себебінен. Қазір ер адам мен әйел адамның түстерінің өзгешеліктерін көрсететін боламын. Бірінші, ер адамның түсін айтатын боламын. Ер адамдар түсті былай айтады: мен дейді түсімде әскерге барыппын, Астанаға, және сол жерде әскери қызметімді өтеуге қалыппын дейді. Енді осы түсті әйел адам қалай айтатын еді, елестетіп көреміз. Түсімде әскерге барайын деп жатыр екен, прям үстіме андай әскери адам киеді ғой, сол форма екен. Кепкасы дұрыс тұрмаған соң шашымды жайып алыппын. Сол жерден Астанаға кетейін деп тұрмын да, прям өзіме сенімдімін дейді. Сондай бойымды тура әскерге ұқсап тік ұстап алыппын да, сол жерде служить етуге келіппін, қалыппын дейді. Енді келесі түсті айтайық. Түсімде дейді бұрынғы келіншегім жаман ауырмен ауырып тапты дейді. Осыны ғана айтты ол ер адам. Енді дәл осы түсті әйел адам көрсе қалай айтатынын көрейік. Түсімде бұрынғы күйеуім жаман ауырмен ауырып жүр екен. Мен оны көріп жаным ашып кетіпті. Ауруханаға барасың ба десем, маған қарап сөйлемейді. Көзі кіртиіп, кәдімгідей әрең жүр екен. Үстінде алдыңғы жылы алған көк жұқа кажагын киіп алыпты. Маған тіке қарамай басын салбыратып отыр екен, ауырып. Яғни бұл екі түсте байқаңыздар, ер адамның түсінде өте қысқа. Ол жерде ештеңеге мән бермеген. Ал әйел адам бұл түсті көрсе, ол ашықтай түсті. Ол жігіттің көк кажак киіп алғанын көрді. Ол әскерде өзіне сенімді екенін көрді. Шашының жайылып тұрған, яғни шашы әскери кепканы киюге ыңғайсыз болғаннан кейін оны жөндеп алғанын айтты. Яғни әйел адамдар осындай әрбір неге мән береді, ұсақ түйекке мән береді. Сол себепті олардың түстері де, мысалы ол жерде жаман ауырмен ауырып жатыр екен деді. Ол ер адамның жорылуы қысқа айтқан себепті оған қысқа айтылды. Яғни ол әйел адамды дәл қазір мазалауға сізге болмайды, уақыт өту керек деп. Ал енді бұл түсті жаңағы әйел адамның көруімен алған кезде, әйел адам көк бұрынғы кажагын киіп тұр екен дейді. Яғни бұл жерде ол көк кажак, ол екеуі ерлі зайыпты болған кезде бір мәнге ие болған ол үшін. Мүмкін ол туған күніне сыйлады, мүмкін екеуі базар аралағанда жаңағы ақылдасып алды, немесе сол көк кажак кию арқылы оған тұрмысқа шықты деген сияқты мәселелерді қамтиды. Яғни әйел адамның түсінде әрбір нәрсе өздігінше орын алады. Ал ер адамның түсінде ол үлкен нәтиже, өмірде де мысалы нәтижелерді ойлаған себепті оларға тек нәтиже айтылады. Бұл жерде айтпағымыз, ер адамның да әйел адамның да түсі жорылады. Яғни ер адамның қысқа айтқаны мәнсіз емес, және әйел адамның ұзақ әрбір детальға мән бергені бұл нәпси түстерге немесе сандырақ түстерге жатпайтыны. Бұлар әлбетте өздерінің сана деңгейіне, табиғи сана деңгейіне байланысты осылай көріп жатыр, және өздерінің табиғи деңгейіне байланысты жорылады. Енді кейбір жағдайлар болады, өте әйел адам сияқты өте мыжып, жаңағы ұзақтау айтатындар да бар, немесе ер адам сияқты қысқа және нұсқа айтатындар бар. Енді бұл жерде адам баласы бір не емес қой, тұрақтылық, біркелкілік емес. Сол себепті ондайларды кездестіріп жатады. Енді ол жақта ұзақ түстер ер адам тарапынан. Бұлар жаңағы өкінішке жүйкесі талып кеткен ер адамдар, сынып қалған ер адамдар болады. Оларға әлбетте өзінің деңгейіне сай ер адамша жаңағы ескертулер, түстің ескертулері беріледі.